Бәріне сәлем, сендермен мен Бүрлен, және де бүгіннен бастап бізде наконец-то влог. Жалпы мен неге влогты түннің бір уағында түсіріп бастап жатырмын. Просто так захотелось. Жалпы мен осы уақытқа дейін 4-5 влог түсірдім, бірақ оның ешқайсысын салған жоқпын, себебі менің ішімдегі экстраверттің батарейкасы бітіп қалды. Просто мен оны салуға қысылдым, ұялдым. Влог түсіріп бастағым келіп тұр. Просто қызық моменттер түсіргім келеді. Потому что менің мектеп бітіруіме 2 ай қалды, представляете? Уже мен оқушы болмаймын 2 айдан кейін. Ура! Қазір мен әдеттегідей ұбт-ға дайындалып жатырмын. Кстати, менде единорогрудика бар. Кстати, мен бұл влогты, не знаю, ютубқа салам или инстаға салам. Инстаға салынбайды вроде қазір, потому что мен алдында 5 минуттық видео салайын деген, бұл салынған жоқ. Короче, если ютубқа салсам, подпишитесь и лайк басыңдар вообще. 16 подписчик бар ютубта. Ютуб просмотр бір 30. Енді соны шүкір әрине, бірақ бұл менің еңбегімді ақтап жатқан жоқ. Так что фейк аккаунттан кіріп қырмай, подпишитесь. Бәріне сәлем, мен бүгін уже сабаққа кетіп бара жатырмын. И мен бүгін наконец-то бетін бояп, шашымды бір рет өмірімде бюралап шықтым. Как всегда қала беретін, вообще дайындалып мектепке барғым келмейтін. Қазір именно бүгін настроением күшті болып тұр. Сол үшін боянып, шашымды бюралап шықтым. Ұқсайсың бейне ойдан табылған, келбетің ғажап кітаптан алынған. Короче, біз тест алдыратырмыз. Өлімсіреп отырмыз ғой. Қолымызды. Қазір сағат 4:30, біз енді қайтып бара жатырмыз. По идее, біз көліктің примеркасына бару керек болғанбыз, сол үшін қалдық, сабақ оқыдық. Так, не айтатын едім. Блин, ажықты. Неге примеркада отыр? Біз в ожидании. Тамақ ішкенсің ба қатты? Ананы қараңдар. Мынаның мультиктің аты қалай еді? Білмеймін. Түк білмейді, бұл не біледі? Өз атын білсе де рахмет айтыңдар ма? Старики шай. Бұл Бүрлен явно айтам, влог түсіруді ұмытып кетті. Сондықтан біз оған көмектесіп, мынаның камерасын аяқта. Не қарап отқан жоқсың ба? Мұны қара. Қара кәш. Қараш кәш. Бүрленнің влогына бізден материал, барынша материал жинақтауға тырысып жатырмыз. Қолдан келгенше. Памятен отырып. Біз көріп тұрық па мұндарды? Аршан бар. Кім? Сол, анда бір моряктың үйіне келдік. Мынандай бар. Анда түкле аласың ба? Босай. Білмеймін, қандай. Не ойлайды сонда? Бүрлен аяқта ауырып отырмын деп отырмын. Давление демалды деген. Білмеймін, сендер баратын білмеймін. Ой, мен көйлекпен келмей қалады. Тағы қалатын бәрін бар ма?
сен құладың Прям талқан ба? Мен білмеймін, вообще не помню. Это первый раз сейчас за время поста? Все нормально. Нет, сиди давай. А то, знаешь, где-нибудь в РХ ловишься, это уже не смешно будет. таң алдырдың. Көзім шөкіп. На улице прохладнее, конечно, тебе сейчас легче станет. Терім кетті. Сен мә жаман точно алыпсың ғой. Талас алып. Қалай салдың ба? Я прям жамандаш қойема. Ана айна құлады ғой білесің ба? Тұрам, короче, құлағым шыңылдап бастайды. Басым былай кетіп жатыр, мен бүйтіп кетіп жатыр. Отырам. Сосын Отырмадың да ғой. жоқ, отырдым. Айттым, что-то нормальный болып тұрған жоқпын. Сосын отырдым, короче. Нормально болды отырсам. Сосын тұрам, қайттан солай болды да. И бір кезде все бітті бар. Қараңғы, көзімді ашсам сөйтіп. Деп жатсам, дауыс естілмейді. Вот. Қазір не шоу видео түсіріп отырмын. Сен пранк істейді деп отқанбыз. Дауыс естіледі қарай несі. Достар, бүгін біз деген вождениенің экзамен тапсыруға келдік, бірақ біз қазір шаштараз үйрететін кабинетте отырмыз. Книжка? ПДД кітап па или книжка ма? Сәлем, Бірленнің достары, подписчиктері, біз Бірленнің одноклассницаларымыз. Мен самая топ модель ғой, модельді. Самая чиксая деп. Бұл мен боламын де. Сақлай қойып жүрме қарсын. Короче, 40 сұрақтың мен 23-не ғана жауап бердім. Солай болды. Мен блог түсіріп жатырмын, айтып алайыншы бір нәрсе. И қазір біз, короче, машина айдайтын боламыз, если үлгерсек, соны күтіп отырмыз на кабинетте. Той, олай түсірмеш, былай түсіріп жатырмын ғой мен. Давай. Құсатчық. Былай, бұл мен. Я көрдім, жүркім Мен 15-тің алтауыңашынан позор. Мен машина айдап шықсам қорқыңдар де. Аттағым қалсақ. Былай, практика білем, но теория білмеймін. Мен тапсырмадым әлі. Тапсырмасаң тапсыр. Короче, достар, мен қазір машина айдайын деп жатырмын. Ой, Осылай. Қазір ағайды күтіп тұрмыз. Бірлен айдай алмайды негізі. Өтірік айтады, мен күшті айдаймын. Просто анда-санда машина соқсайтын болмаса. Ертерек мына соңғы видеомызды. Класспен ауызашар жасайын деп жатырмыз. Қазір продукт алып жүрміз. Бізге қай соқтан баламыз? Бір газированный алу керек. И бір не? Бір блога қанша болады? Бір блок 1000 Бауырсаққа кетеді и жареный пельмениге кетеді. Еще мат. Онда екеу аласаңдар. Жоқ, біреу жетеді. Жетпейді жанына. мен мынаны зырда қайтам есірші. Мантының несі көп. По размеру еще конфета Давайте пепси алайық сол. Это мой образ сегодняшний. Короче, у меня зеленый галстук. И тут Біз соқ шешеміз. И, короче, үш натурал қандар. Мынау, короче, перезачалық бұл. Былай жүрші мен Бүгінде алмаған перезачаға. Бүгін бірнесі қаптырма. Сендердің арқаларында ма? Біздің арқамыздар алды. Бүгінде алмандаршы. Мынау сары. Менсір. Сары. Сары, фиолетовый, сен фиолетовыйсың. Не үшін фиолетовый? А? Не үшін Оğlum фиолетовый? сен фиолетовый боласың дедің ба? Болмаймын. Боласың. Болмаймын. Боласың дедің ба? Боласың сен. Болмаймын. Алихан сары, на головой. Сен голубой екенсің, Радман. Головой. Максиче арзан екі аласың. А, не аласың? Пацаны, это так не Тропик, говорите. тропик, кайф. Голубой это цвет. А не парень. Ойбай. Натуральный просто ол үлкен болып көрінеді, бір адамға нормально, көпшілікке сенеді. Жұмыртқа бәріне.
Екеуі де 2 литр ғой по-любому. В чем разница? Біздер разногласия достар. Кейін өсіп әйелі мен жүрсең андай. Это разница, которая между нами любовь. Төртеу ала салайық, лучше пепсидан. Или полтора. Что-то бархатный чай. Былай түсірсейші, мен блогыма саламын деймін. Солай түсір. Похуй ғой. Былай түсірме, блог қосай сал. Онда бар ма? Не жаман қатымса бармын. Сары. Есептесін деп атырмыз. Біз қазір общий алуға баратырмыз. Жоқ. Ощущенияларың қалай, осылай жүрген қалай екен? Біздің жігіттер Әйелімен осылай жүремін ғой. Бірақ енді ол кезде мәшіне болады астында ше. Келесі жылағанда машинамен жүретін дейсің. Алла қаласа сөйтетін. Ол айныңа Рамаматқы дейді екен. Айтаған екеміз доспыз. Әлихан сен не дейсің? Әдеттегі дейді. Бізді ешкім енді таба алмай, жағымсыз жайлар мазаламай. Камилдің үйіне келдік, енді заттарды қоямыз. Бір сезім тербейді. Түсімде де табылғайсың жағымда, көзімде тіпті сені сағымда. Алыстама мені. Короче, біз уже тамақ жасауға Камиланың үйіне келдік. И әзірше мен и Камила екеуміз ғана. Басқа қыздар күтіп тұрмыз. Бізде дайындық қызу жүріп жатыр. Мінекей. Майсып отырыңдар. Сұқпалыңыз уже. Сізде түсірмеу мүмкін емес қой Зәуре апай. Зәуре апайды шақырыңыздар, той өткізетін болсаңыздар. Біздің повариха дейді. Шеф болып сендер. Барлығымыз тамақ жасап біткеннен кейін енді боянып, сыланып, өзімізге келіп жатырмыз, короче. Сені көріп күннен көзге шағылған, іздеп табам бұлттың арғы жағына. Алыстама менен. Махаббат дәріп дейді ғой. Адам бір-біріне деген махаббаты, әлемге деген. Бәріміз көріп сағамыз, просто атмосферно стало. Ба, әдемі тұрмы? Ол қыз болып отырыңдар, қыздар. Араларында ашылар Не болды? Бірлен Алжар. Бірлен Алжар. Алжар Бірленге. Бастаған жоқ біздерді. Айдың внимание. Алыстама менен. Сені көріп күннен көзге шағылған, іздеп табам бұлттың арғы жағына. Алыстама менен. Алыстама. Біз Айым екеуміз пицца дайындап жатырмыз. Қалғандар үйде демалып отыр. Еще біз ыдыс жудық. Давай. Не то. Мінекей, қарап алыңыздар. Мынау дайын тестодан пицца. Бұны біз алған жоқпыз бай дейді. Біз жасап жатырмыз. Сыртын көрсет строго алмаңдар деп айт. Уже мусорда жатыр оның сырты. До такой степени көрдер ма, несі авторитет.
Болды ғой, апара береміз ғой. Оның бетіндегісін ғана алып кетесің. Таң. А? Тым болмаса реакция білдірсеңдер болады ғой. Честосы не очень екен, бірақ ренжімеңдер. Дайын тестен шыққан бекер алып қойсың. Ай, бұлар пицца жасамайды негізі. Бауырсақтың үстіне немен колбаса қоя саласың? Бауырсақ қойшы. Қойтасың ба? Ой, бауырсақ. Екіншісі күшті пісіп жатыр. Бұл дайын тестен алып, біз ақмақтан. Почти 12 болды, біз енді қайтайын жатырмыз. Бұл бізде сәттайым. Міне. Пицца жөнінде қапты. Достар, біз бүгін Тоша, Айым үшеуміз біздің выпускнойға арналған лентамызды алуға бара жатырмыз. Сәлемдеңдер. Соған кетіп баратырмыз. Енді 1,5 километр жаяу жүру керек. Анпакинг жасаймыз, достар. Қарашы, светім не то. Ашық анау біз күткеннен қарағанда. Бір Жабық бір болу керек қой, бір естімесін. тағы еще плюс түйреш берген ба не істеймін? Достар, менің влогым осымен аяқталды. Приключениямен осындай күшті. Надеюсь, барлығыңа ұнайды, до конца көріңдер. Көрсеңдер лайк басып, менің арнама тіркелді ұмытпаңдар.